Осы бізде қазақтың жағдайы не болмақ, қазақ жойылып бара жатыр, қазақтың тілі құрып бара жатыр, қазақтың қыздары шетелдіктерге тұрмысқа шығып жатыр, қазағым-ай ұстарасыз аузыңа түсті мұртың деген сияқты бір түңіліс, күңіренуден тұратын осы бір әңгімелер, пафос әңгімелер тым көп сияқты болып көрінеді маған. Иә, ол жігіттер майда шаруалармен емес, осындай үлкен алаңдатарлық миссиялармен де әлбетте айналысқан жөн, оны бір құптамай отырған мен жоқ. Бірақ әлгі бір шамның жарығы түбіне түспейді деген сияқты біздің негізгі миссиямыз бір қазақты ойласақ, ол үйдегі баламыздың жағдайы қалай, қызымыздың тәрбиесі қалай, нені уайымдап жүр әйеліміз деген сияқты мәселелерге ең бірінші кезекте бас қатыруымыз керек шығар деп ойлаймын. Өйткені қазақ деген ол бір абстрактылы ұғым емес. Қазақ деген ол сіздің балаңыз, қазақ деген ол сіздің қызыңыз, сіздің туысқаныңыз, қазақ деген ол сіздің әйеліңіз. Қазақтың қамын ойлағыңыз келсе, ең бірінші бір отбасыңыздың қамын ойлауыңыз керек деп. Круг влияния, круг волнения деген де нәрсе бар ғой. Біз кейде бір өзіміздің қолымыз жетпейтін, түзетуге қауқарымыз жетпейтін мәселелерге көп алаңдап жүреміз дағыны, өзіміз тікелей айналысуымыз керек шаруаларды бір кейінгі кезекке қалдырып, приоритеттен бір тым арғы кезекке сырғытып жіберіп жатамыз. Ұлтыңды бір тәрбиелегің келсе, ең алдымен бір өзіңнің ұлыңды тәрбиелеп қарық қылып алғанымыз жөн шығар жігіттер.